Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тіл сабағы 3-ші сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі 114-ші сабақта есептік және реттік сан есім тақырыбын әрі қарай жалғастырамыз. 47-ші жаттығуда өлең берілген, өлеңді тыңдаймыз. Тақырыбы жаңбыр. Жауа берші, жау жаңбыр, дала көркін жандандыр. Жауа берші, жау жаңбыр, қаулап өссін алуан гүл. Жауа берші, жау жаңбыр, әрбір тамшың тамған нұр, әрбір тамшың тамған дән, асып жатсын қамбамнан. Бұл өлеңнің авторы Бейсебай Күріспайұлы. Енді оқушылар осы өлеңге қатысты тапсырмаларды орындаймыз. Өлеңде не туралы айтылған? Өлеңде әрине жаңбыр туралы айтылған, иә? Келесі тапсырма: жаңбыр жауғаннан кейін табиғатта қандай өзгерістер болады? Жаңбыр жауғаннан кейін табиғат жанданып, айналамыз жасыл желекке айналады. Келесі сұрақ: өлең мазмұнын әңгімеге айналдырып жаз. Оны мынадай мәтін түрінде айтсақ болады. Жаңбыр жауып, дала көркін жандандырады, гүлдер қаулап өседі. Жаңбырдың әрбір тамшысы тамған нұр, әрбір тамшысы қамбадан асып жатқан дән деген мағынаны білдіреді. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. 48-ші жаттығуда сандарды сөзбен жаз. Берілген сандарды жазбаша түрде жазып шығамыз. 4, 5, 6, 7, 10, 20, 90, 18, 23, 56, 67. Енді осы жазған сандар, бұлар қандай сан есімдер дейді? Бұлардың барлығы да есептік сан есімге жатады, себебі неше, қанша деген сұрақтарға жауап береді. Келесі 49-ші жаттығуда нешінші сұрағына жауап беретін сөздерді қатыстырып, сөйлемдер құра дейді. Нешінші деген сұраққа жауап беретін сан есімдерге, мысалы, 1-ші, 2-ші, 5-ші, 20-ші деген сан есімдер жатады. Оған мынадай сөйлемдер құрауға болады. Мен сыныпқа 1-ші келдім. Келесі сөйлем: Айдын 3-ші сыныпта оқиды. Менің ағам 5-ші сыныпта оқиды. Мінекей оқушылар, бұл жерде 1-ші, 3-ші, 5-ші деген сан есімдер нешінші деген сұраққа жауап береді. Келесі бізде шығармашылық үзіліс берілген. 50-ші жаттығуда бос тор көздерге тиісті әріптерді қойып жасырынған сөзді тап. Сол сөз неше әріптен тұрғанын айт дейді. Бізде әрбір әріптің қасында таңбалар берілген. Осы таңбалар бойынша, яғни төмендегі кесте бойынша таңбалардың астына әріптерді жазып шығамыз, яғни қойып шығамыз. Сол кезде бізде кемпір-қосақ деген сөз шығады. Кемпір-қосақ сөзі 11 әріптен тұрады. Келесі 51-ші жаттығуда ойланып тап дейді. Бізде өлең берілген, өлеңде сұрақ қойылған, соны біз ойланып табуымыз қажет. Балықшылар қатар отыр, қармақтарын салып отыр. Балықшы Әшімхан ұстады 3 сазан. Балықшы Сақтаған ұстады 4 табан. Балықшы Құсайын ұстады қос шайын. Өзеннен қанша балықты ағалар аулап алыпты. Енді оқушылар өлеңдегі барлық балықты санаймыз. Әшімхан деген балықшы 3 сазан ұстайды, ал Сақтаған деген балықшы 4 табан ұстайды. Келесі Құсайын деген балықшы қос шайын дейді, яғни 2 балық ұстайды. Сонда барлығы бізде 3 сазанды 4 табанға қосамыз, 7 балық болады, одан кейін 2 балықты қосамыз. Сол кезде барлығы бізде 9 балық болады, яғни өзеннен ағалар 9 балық аулап алыпты. Бұл өлең Ақжелкен журналынан алынған. Бүгінге осымен сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.